Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Ardaқты пайғамбарымыз sallallahu aleyhi ve sellem өзінің hadisinde münafık adamның üç sıfatını keltirеді. Ayatul münafık salas. İza haddese kezebe ve iza vaada akhlafa ve iza tumina khana. Münafık adamның üç sıfatı var дейді. Бірінші, сөйлесе сөзінде өтірік айтады. Екінші, уәде берсе уәдесінде тұрмайды, сөзінде тұрмайды. Үшінші, аманатқа қиянат жасайды дейді. Төле би атамыз айтқандай, жылқыдан жылқының айырмашылығы жүзден жүйрік, мыңнан тұлпарлығында емес. Біз түбінде оны жейміз, артықшылығы бір кесім етінде. Әйелдің әйелден артықшылығы сұлулығында, тұла бойында емес, бәлкім әйелдің өзіне тән бір қылығы болады, артықшылығы қылығында. Ал ер жігіттен артықшылығы батыр болмаса мыңды бастаған қолбасшы да емес, ел басқарған ханда емес, бәлкім артықшылығы бір ауыз сөзінде, егер сол сөзінде тұра білсе деген екен. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деп қазақ халқында айтады. Сондықтан сөзімізде, уәдемізде тұра білейік.